тоқалы ұл туып берген, әйелі ұрыс шығарған. Тұрсынбек Қабатовтың екінші әйелі жайлы тың ақпарат шықты. Әлеуметтік желіде Тұрсынбек Қабатовтың тоқалы делінген екінші әйеліне қатысты тың ақпарат шықты. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. Оның тоқалы 1997 жылы дүниеге келген. Қызылорда қаласы Бесарық ауылының тумасы. Ол келіншек ұл туған. Қазір Астанада тұрады. Оған пәтер, көлік сатып алып, ай сайын ақша беріп тұрады. Сосын тоқалдан кейін оның ресми әйелі де ұл туды. Әйелі білген соң ұрыс шығарған. Қазір ол әйелінің қатаң бақылауында. Әйелі оны барлық жерде, тіпті күні бойы ертіп жүреді, делінген жазбада. Ал қадірлі көрермендер, Тұрсынбек Қабатовқа қатысты өздеріңізде байқап жүрсіздер. Әлеуметтік желіде тараған ақпараттар қоғам назарын өзіне аударып отырғаны рас. Оны жасыра алмаймыз, алайда адамның отбасылық өмірі сырттан тонып ішуге болмайтын терең жатқан шындықтар мен сезімдерге толы жеке кеңістік деп санаймын. Жалпы сіздердің де пікірлеріңіз қандай, өздеріңіздің ойларыңызды да жаза кетіңіздер. Мөлдір Мұханованың сабыр мен парасатпен бәрін қабылдап, ашық сұхбат бергені рухани күш пен даналықтың көрінісі деп ойлаймын. Қандай жағдай болмасын, отбасы сырт көздің талқысына емес, ішкі түсіністік пен сыйластыққа мұқтаж деп санаймын. Желіде тараған бейресми ақпараттарға сүйеніп, адамдардың тағдырына баға беру меніңше орынсыз. Сіздер де осы пікіріммен келісесіздер деп ойлаймын. Жалпы жаңа айтқандай өздеріңіздің де пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Бүгінгі қоғамға сырттай сынау емес, ішкі мәдениет пен жанашырлық жетіспейді. Әркім өз өмірін түзеп, өз сөзінің салмағын сезінсе ғана, ел ішінде де тыныштық орнайды деп ойлаймын. Сабыр мен парасат бұл жағдайда ең қажет қасиет. Барша отбасы мүшелеріне амандық, сабыр және өзара түсіністік тілеймін. Барлығы жақсы болсын. Сіздерде де барлығы жақсы болсын, аман болыңыздар.